Сәлем баршаңызға. Сіздермен құралай, мен сіздерге бүгін дәмі керемет болып шығатын осындай лимоннан жасалған тосап, яғни варенье әзірлеуді көрсетемін. Достар, менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер. Видеомды соңына дейін тамашалаңыздар. Осындай лимонның сыртын жақсы түсу үшін, ашып алу үшін ыстық қайнап тұрған суды лимонның үстінен құйып тұндырып қоямыз. Өте ыңғайлы болады, даже пышақтың ешқандай көмегі қажет болмайды, өзінен өзі сылынып, сырты осылай түсіп қалады. Қараңыздар, осындай әдемі болып, қатпарлы ішіндегі ақ жабысып тұрған лимонның қабығына дейін, пленкасына дейін түсіп қалады. Осылай кесіп аламыздағыны, ішіндегі сүйектерін бәрін алып тастаймыз. Бір сүйек қалмау керек, өйткені біз бұны блендермен езген кезде осылай ішінде сүйек қалып кетсе, қышқыл, қанша құмшекер салсаңыздар да қышқыл дәм беріп тұратын болады. Осылай блендермен езіп болған соң, алдын ала сиропымызды дайындап аламыз. Шекерімізді салып, үстінен су құйып қоямыз және баяу отта осылай қайнатамыз. Бір келкі сироп шығу керек бізде. Сондай қою. Үстінен қайнап тұрған сиропымыздың үстінен лимонның салмасын осылай саламыздағыны астын араластырып, баяу отта ақырын ғана қайнатамыз. Міне осындай карамельный, қоңыр ирис сияқты түске ену керек. Осылай мен жылда осы рецептпен істеймін. Және ішіне корица қоссаңыздар да болады. Қалауларыңызша кез келген уақытта тұмау болып ауырып қалған жағдайда, немесе шаймен, немесе шайға пирог жасағыларыңыз келсе, осылай тосапты алдын ала құйып қойған, дайындап қойған лимонный тосабымызды алып, жаңағы банкілерімізге құйып сақтауымызға болады. Өте керемет болып шығады, достар. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға рахмет. Жасап көріңіздер.